Қайырлы күн. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін оқу сауаттылығынан қозыбасы жотасы атты мәтінге талдау жасаймыз. Алдымен мәтіннің сұрақтарымен танысып алайық. Бүгінгі мәтіннің тақырыбынан, атауынан өздеріңіз байқап отырсыздар. Бұл мәтін қозыбасы атауына байланысты мәтін. Қозыбасы киелі жер. Алдымен сұрақтармен танысып алайық. Сұрақтар. Бірінші сұрақ. Мәтінде кездесетін баласағұн, мерке, субъяб қалаларына байланысты нұсқаны көрсетіңіз. Екінші. Мәтінде жауабы жоқ сұрақ. Үшінші. Мәтіннің қазақ елінің жаңа атауға, жаңа статусқа ие болғандығы туралы айтылатын бөлігі. Төртінші. Мәтіннің бірінші және екінші бөлігінің мазмұн жағынан сәйкестігі. Бесінші сұрақ. Мәтін мазмұнының реттілігі. Мәтін мазмұнының реттілігін қазір біз мәтіннің мазмұнына байланысты қарап отырып, мәтіннің мазмұнының реттілігін анықтаймыз. Енді әдеттегідей алдымен мәтіннің мазмұнымен танысып алайық. Видеоны тоқтатып қойып, мәтіннің мазмұнымен танысып шығыңыздар. Өздеріңіз байқағандай, мәтіннің негізгі бөлігі 5 азат жолдан тұрады екен. 5 азат жолдан тұрады. Міне, қазір белгілеп жіберейік. 5 азат жол. Мынау бірінші азат жол. Мәтіннің бірінші азат жолы. Міне. Екінші азат жол. Үшінші азат жол. Төртінші азат жол. Міне. Бесінші азат жол. Мәтінде қазақ хандығы ту тіккен өңір қозыбасы туралы айтылады. Енді осы сұрақтарға жауап беру үшін біз мәтіннің мазмұнынан, яғни автордың көзқарасынан ауытқымаймыз. Мәтіннің мазмұны арқылы ғана сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ. Мәтінде кездесетін баласағұн, меркі, субъяб қалаларына байланысты нұсқаны көрсетіңіз. Жаңа мәтінді оқыған кезде біз байқадық. Бұл төртінші азат жолында айтылған. Көне тарихқа үңілсек, Талас және Шу өзендерінің аңғарлары өте ерте заманнан адам баласының тұрағы мекені болғандығын айғақтайтын белгілерге көптеп жолығамыз. Тарихи деректерге үңілсек, батыс түрік қағандығының бастапқы жері Іле, Шу және Талас өңірлерін қамтыған. Батыс түрік қағанатының саяси орталығы түрлі мезгілде Шу өңіріндегі субъябта, баласағұнда және меркіде орналасты дейді. Демек, мәтінде кездесетін баласағұн, меркі, субъяб қалаларына байланысты нұсқа ол түрік қағанатының, бұл қалалары түрік қағандығының саяси орталығы болғандығы жерде кездеседі. Демек, бұл сұрақтың жауабы Д нұсқасы.
Келесі сұрақ. Мәтінде жауабы жоқ сұрақ. Төрт нұсқаға да назар аударып отырамыз, және сол арқылы мәтінде бар ма, ол туралы айтылды ма, айтылған жоқ па, соны анықтаймыз. Бірінші, қозыбасы атауының этимологиялық мағынасы қандай? Бұл туралы бізде айтылды. Міне, қозыбасы атауы үшінші азат жолда айтылған екен. Қозыбасы атауы туралы үшінші азат. Қозыбасы атауына келетін болсақ, тарихи түп дерек кездеріндегі қазақ мемлекеті құрылған аймақ дейді. Демек, этимологиялық мағынасы қозының басында ғана тау төбелі жерлерді дегенді білдіреді дейді. Қозының басында ғана тау төбелі жер дегенді білдіреді. Яғни, бұл бар екен бізде. Бұны біз бар деп белгілеп қоямыз. Бұл сұрақтың жауабы бізде бар. Мына жерден қазір белгілеп отырамыз. Ол жерге қосу белгісін қойып кетейік. Міне бар, айтылған. Мәтінде айтылған екен. Келесі сұрақ. Қазақ хандығының құрылған жері кімнің еңбегінде айтылған? Міне, бізде мына жерде айтылған екінші азат жолға назар аударайық. Мұхаммед Хайдар Дулатидың тарихи Рашиди шығармасында, міне тарихи Рашиди атты еңбегінде көрсетілген Керей мен Әз-Жәнібектің алғашқы хандық құрып ту тіккен жері Шу бойындағы Қозыбасы екендігі. Қозыбасы жері дейді міне. Демек, қазақ хандығының құрылған жері туралы кімнің еңбегінде айтылған дегенде, бұл бізде қазақ хандығының құрылған жері Махмуд Хайдар Дулатидың еңбегінде айтылған екен. Міне, бұл сұрақтың жауабы бізде сонда мәтінде бар деп аламыз. Мәтінде бар екен. Бұны біз бар деп белгілеп қоямыз. Демек, мына жерге біз қосу белгісін қоямыз. Енді алғашқы қазақ хандығын кімдер құрды дейді. Бұл да біздің мәтінімізде жауабында бар. Алғашқы қазақ хандығын құрғандарға, міне мына жерде айтылған, бұл мәтінде бізде қазір толық мәтінін көрейік. Толық мәтінде айтылған. Алғашқы бізде қазақ хандығын құрғандар, бұл мына жерде мәтінде бірінші азат жолда айтылған. Бірінші азат жолда айтылған екен. Алғашқы құрылған жері, қайтадан келейік, бірінші азат жолда өзі айтылып тұр. 5,5 мың жыл бұрын Жәнібек пен Керей сұлтандар Әбілқайыр ханнан бөлініп, жүректерінде азаттық пен бостандықтың жалыны жанған елін ертіп, батыс Моғолстанның Шу талас өзендерінің аралығындағы Қозыбасы жерлеріне аймағына қоныстанды. Демек, алғашқы құрылушылар бұлар Қозыбасы жеріне келгендер, бұл Жәнібек пен Керей сұлтандар еді. Демек, бұл сұрақтың жауабы бар. Енді бізде мәтінде қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойы қашан тойланған туралы бізде мәтінде айтылмаған. Демек, мәтінде жауабы жоқ сұрақ, бұл қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойы қашан қайда тойланды. Келесі сұрақ. Мәтіннің қазақ елінің жаңа атауға, жаңа статусқа ие болғандығы туралы айтылатын бөлігі қай бөлімде? Мәтіннің мазмұнына назар аударсақ, бізде бесінші азат жолда айтылған. Байырғы қазақ даласын ғасырлар бойы мекендеп келе жатқан түркі оғыз текті ұлыстар негізінде қалыптасқан ортақ тіл, дәстүр, территория, менталитеттегі байырғы этностың қайтадан қазақ деген жаңа атпен тарих сахнасына шыққан кезі. Яғни, бұрыннан әртүрлі аталып келген этнос, сақ, ғұн, үйсін, түрік, оғыз, түркеш, қыпшақ жаңа этнонимге ие болды. Жаңадан пайда болған қазақ этнониміне байланысты
олардың мемлекеті қазақ хандығы деп аталды. Жаңа атауға және жаңа статусқа ие болды. Демек, қазақ елінің жаңа атауға, жаңа статусқа ие болғандығы туралы 5-ші бөлімде айтылған екен. 5-ші бөлім. 4-ші сұрақ. Мәтіннің 1-ші және 2-ші бөлігінің мазмұнына сәйкестігі. 1-ші және 2-ші бөлігіне назар аударамыз. 1-ші бөлігінен тыңдап көрейік. Осыдан 5,5 ғасыр бұрын Жәнібек пен Керей сұлтандар Әбілқайыр ханнан бөлініп, жүректерінде азаттық пен бостандықтың жалыны жанған елін ертіп, батыс Моғолстанның Шу мен Талас өзендері аралығындағы Қозыбасы аймағына қоныстанды. Осындай тарихи оқиғаның бастауы болған бұл шежіреге толы өңірдің тауы мен тасы, әрбір басқан жері аңызбен өткен кезеңдерден сыр шертеді. Мұхаммед Хайдар Дулатидың «Тарихи Рашиди» атты еңбегінде көрсетілген Керей мен Әз Жәнібектің алғашқы хандық құрып ту тіккен жері Шу бойындағы Қозыбасы. Ол Шоқы, Мойынқұм ауданындағы Жамбыл тауында орналасқан. Шу өзенінің арнасы сол кезде Қозыбасы биігіне жақын болыпты. Демек, қарап отырсақ, екі мәтінде де екеуінде де міне қазақ хандығының алғаш тарихи оқиғалардың бастауы болған дейді. Демек, алғаш қазақ хандығының құрылған жері. Бұл бізде алғаш құрылған жері бұл осы Қозыбасы жері болатын. Қозыбасы тауы. Екінші бөлімде де солай айтылған, яғни алғашқы Әз Жәнібектің алғашқы хандық құрып ту тіккен жері осы Шу бойындағы Қозыбасы. Демек, 1-ші және 2-ші бөлім мазмұнына сәйкес нұсқа бұл қазақ хандығының алғаш құрылған жері туралы айтылған екен. 1-ші бөлікте де, 2-ші бөлікте де қазақ хандығының алғаш құрылған жері туралы айтылған. 5-ші сұрақ. Мәтін мазмұнының реттілігі. 1-ші, Жәнібек пен Керей сұлтандардың Әбілқайыр ханнан бөлінуі. 2-ші, жаңа этнонимнің пайда болуы. Алғаш ту тіккен жер Қозыбасы атауы. Енді осылардың реттілігін айтамыз. Яғни мәтіннің мазмұны бойынша 1-ші қайсысы айтылды, 2-ші қай нұсқа, қазір ретімен белгілейміз. Міне, 1-ші, ең 1-ші мәтіннің мазмұнында ең 1-ші алғаш қазақ хандығының алғаш ту тіккен жері туралы айтылды. Міне, мына жерде айтылып тұр. Алғашқы біздің Жәнібек пен Керей сұлтанның міне Керей сұлтандардың Әбілқайыр ханнан бөлініп, яғни Қозыбасы аймағына қоныстанды дейді. Бұл тарихи оқиғалардың бастауы болды, яғни алғашқы қазақ хандығының құрылған жері болған. Демек, бұл жерге біз қазір не бойынша алғаш ту тіккен жер, бұл жерге біз 3 деп қоямыз. Тұсына 1-ші тұсында 3 деп қоямыз. Алғаш ту тіккен жер туралы айтылды. Міне бұл 3 дейміз. Келесі бізде екінші біз кішкене шатастық. Қайтадан айтамыз, қайтадан мен айтайын. Ең 1-ші мына жерде реті бойынша деп. Әбілқайыр мен Керей сұлтандардың Әбілқайыр ханнан бөлінуі. Осы туралы айтып тұр жаңа. Міне, демек бұл жерде бұны біз қазір 1 деп белгілейміз. 3 емес, бұл жерде 1 екен. 1. 1-ші міне. Берілгені бойынша мәтінді реттеген кезде 1-ші ең 1-ші Жәнібек пен Керей ханның бөлінуі туралы айтылған екен. Міне. Демек, Керей мен
Жәнібек пен керей сұлтандардың бөлінуі, Әбілқайыр ханнан бөлінуі. Демек, бұл жерге бір дейміз. Себебі бірінші сұрақта бізде айтылып тұр. Міне, Жәнібек пен керей сұлтандардың Әбілқайыр ханнан бөлінуі дейді. Одан кейін, енді олар бөлінгеннен кейін, одан кейін мына жерде айтылған. Алғаш Керей мен Әз Жәнібектің алғашқы хандық құрып ту тіккен жері дейді. Демек, бұл мына жерде айтылып, бізде алғаш ту тіккен жер 3 деп тұр. Демек, мына жерде бұл бізде осы айтылған екен. Біз мына жерде 3 деп белгілейміз. 3 дейміз. Келесі бойынша енді бізде мәтінде қозыбасы атауы туралы айтылады. Міне, қозыбасы атауына келер болсақ, яғни қозыбасы сөзінің этнонимі туралы, этимологиялық мағынасы туралы айтылады. Этимологиялық мағынасы қозының басындай ғана тау төбелі жерлерді білдіреді. Демек, бізде қозыбасы атауы мына жерде 4 деп тұр екен. Біз мына жерде тұсына 4 деп белгілеп қоямыз. 4-ші белгіні қоямыз. Бұл жерде қозыбасы атауы туралы бізде 4-ші айтылып тұр. Енді келесі бізде ең соңғы қалғаны енді этнонимнің пайда болуы. Жаңа қозыбасы атауы туралы айтылды. Міне қозыбасы атауы. Қозыбасы атауы кішкене нені білдіреді екен дейді. Одан кейін бар этноним туралы айтылып тұр. Этнонимі, яғни нені білдіреді? Этимологиялық мағынасы қозының басында ғана төбелі жерді білдіреді дейді. Осы туралы бұл бірінші айтылып тұр. Демек, жауабына келетін болсақ, міне 1, 3, 4, 1 дейді. 1, 3, 4, 2. Ой, кешіріңіздер, 2. 2 этноним пайда болуы 2 екен. 2 дұрыс. Мына жерде қазір 2. Этноним пайда болуы туралы 2-ден айтылған екен. Демек, біздерде міне 4, 1, 3, бізде бұлай шықты жаңа. 1, 3 шықты, және 4, және 2 шықты. Демек, мына жерде іздейміз. Бұл жерде 4, 1, 3 деген, мына жерде екен, дұрыс мына жерде. 1, 3. Демек, с нұсқасы екен. Сөздің қысқасы с нұсқасы екен. Мәтіннің реттілігі осылай берілген екен. С нұсқасы. Сонымен біздер бір мәтінді 5 сұрақты да талдап болдық. Қарап отырсаңыздар, барлық сұрақтардың жауабы мәтіннің мазмұнында тұр екен. Мына бірінші сұрақта, міне, Мойынқұм мәтінде кездесетін баласағұн меркін су атаулары батыс түрік қағанатының саясаты болды, орталығы болды. Одан кейін екінші сұрақта мәтіннің жаңа статусқа ие болғандығы 5-ші бөлімде айтылған. Одан кейін үшінші сұрақта бізде қазір үшінші сұрақта мәтіннің жаңа статусқа ие болғандығы. Екінші сұрақта мәтінде жауап жоқ сұрақ. Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойы қашан қайда тойланды деген болды. Үшінші сұрақта мәтіннің қазақ елінің жаңа атауға, жаңа статусқа ие болғандығы туралы айтылатын бөлім. Бұл 5-ші азат жолда болды. Төртінші сұрақта мәтіннің бірінші және екінші бөлігінің мазмұн жағына сәйкестігі қазақ хандығының алғаш құрылған жері туралы айтылды. Одан кейін 5-ші сұрақта мазмұнның реттілігі. Бұл жерде с нұсқасы болды. Яғни ең бірінші Жәнібек пен керей сұлтандардың Әбілқайыр ханнан бөліну туралы айтылған мәтінде. Одан кейін алғашқы ту тіккен жер туралы айтылған. Одан кейін қозыбасы атауы туралы айтылған. Одан кейін жаңа этнонимнің пайда болуы туралы айтылған. Назарларыңызға рахмет. Менің арнама жазыла отырыңыздар. Пікір қалдырыңыздар. Келесі
сабақта кездескенше сау болыңыздар.